Сәлем балалар. Бүгін біз Ақ Орда мемлекетінің қалыптасуы тақырыбында сабақ оқитын боламыз. Бұл сабақта сіздер Ақ Орда мемлекетінің құрылуы мен оның этникалық құрамының ерекшеліктерін көрсететін боламыз. Және айта кететін болсақ, Ақ Орда атауының пайда болуына талдайтын боламыз. Ал бастайық. Ақ Орданың құрылуы. Ақ Орда мемлекеті моңғолдар үстемдігінен кезеңде Қазақстан аумағында жергілікті этникалық негізде құрылған алғашқы мемлекет болып саналады. Ол мемлекеттің тарихы 10-шы ғасырдың 20-шы жылдарында құрылған. Жошы ұлысынан, оның ішінде Орда Ежен ұлысынан бастау алады. Батый хан шығыс Европаға жасаған 7 жылдық жорығынан оралғаннан кейін өзінің ағасы Орда Ежен мен інісі Шайбанға үлеске жер береді. Сөйтіп, жошы ұлысы өз ішінде жошының ұлдары және олардың ұрпақтары билеген көптеген кішігірім ұлыстарға бөлінеді. Батыйдың ағасы Орда Еженнің және оның ұрпақтарының ұлысы алғашында Орда Ежен ұлысы, ал кейіннен Ақ Орда деп аталды. Ақ Орданың аумағы. Орда Ежен ұлысының аумағына алғашқы кезде Ертіс өзенінен батысқа қарай Ұлытау мен Қаратауға дейінгі Жетісудың солтүстік-шығыс бөлігіндегі жерлер енді. Ұлыстың аумағы біртіндеп кеңейе түседі де 10-шы ғасырдың екінші жартысында Сырдың ортасы бойындағы жерлер де ұлыс құрамына енеді. Орда Ежен ұлысынан батысқа қарай жошының 5-ші ұлының иелігі Шайбан ұлысы орналасты. Шайбанға Орда Ежен мен Батый иелігінің арасындағы жер тиген. Бұл туралы Әбілғазы ханның өзінің түрік шежіресінде жан-жақты баяндайды. Батый хан Европаға жасаған 7 жылдық жорығынан қайта оралған кезінде отырар жері ағам алсын мен менің арамда болсын. Жазда ырғыз, суықта ор, електен Орал тауына дейін жайықтың күншығыс тарапынан жайла, қыста арақұм, қарақұм, сыр суының бойы, шу, сары судың аяғынан қыста деп жазған. Ақ Орданың Алтын Орда мемлекетіндегі орны. Орда Ежен ұлысының билеушілері өздерін Алтын Орда хандарына бағыныштымыз деп мойындаған, бірақ дербес саясат жүргізіп отырған. Бұл туралы Рашид ад-Дин былай деп жазады. Әуел бастан-ақ Орда тұқымының қайсы біреуінің Батый тұқымынан тараған хандарға барған кезі болған емес. Өйткені олар бір-бірінен шалғай орналасқан. Сонымен қатар өз ұлысының тәуелсіз патшалары болып табылады. Бірақ оларда Батыйдың орынбасары кім болса, соны өзінің патшасы әрі әміршісі санау әдеті болған, және олардың есімдерін бұлар өз жарлықтарының жоғарғы жағына жазып отырады, депті. Орда Ежен ұлысының билеушілері деректерде әрқашан сол қанат сұлтандары деп аталған. Іс жүзінде 10-шы ғасырдың ортасынан бастап Орда Ежен ұлысы дербес мемлекет болып, шығыс деректемелерінде ол Ақ Орда деп аталған. Оған билік жүргізгендер хан атағын иеленді.
Орда ежен ұлысы Жошы ұлысының әрбір әкімшілік бөлігі ретінде қалыптасып, көп ұзамай жеке мемлекет деңгейіне дейін көтеріледі. Ақ Орда атауы орта ғасырлық деректерде қолданылған. Орта ғасырлық автор Минаддин Натанзидің еңбегінде Жошы ұлысының оң қанаты Көк Орда, сол қанаты Ақ Орда деп белгіленген. Қазақстанның батыс бөлігінде орналасқан Шайбан ұлысы мен Орда ежен ұлысының бірігуі нәтижесінде сол қанатқа қатысты Ақ Орда атауы қолданылған деп осы тақырыбымызды аяқтайық балалар. Естеріңде болсын. Тұлғаны, екі тұлғаны деген сары затта тұрған заттар бар, және бұл маңызды бар. Осы үшеуін жазып, біліміңнің шыңдада эссе жазайық. Онда былай деп берілген: оқулықтан Ақ Орда мемлекетінің аумағы, Алтын Орда құрамындағы орны, атауы жайлы берілген мәліметтерін пайдалана отырып, Ақ Орда деген тақырыпта эссе жаз деп берілген. Енді мына тақырыпты мен оқып бердім. Енді сендер эссе жазыңдар. Ал мен сендерге қош бол деймін.